Асыраушысынан айырылған азаматтар, мысалы әйелдердің ішінде де бар, отбасының отағасы қайтыс болып асыраушысынан айырылған. Және бізде әйелі де жұмыс жасап, кейін әйелі қайтыс болып, қазір 6-5 баланы бір өзі асырап жүрген отағалары бар. Олар өте көп емес, олар небәрі осындай асыраушысынан айырылған деген категорияда әлеуметтік төлем алатын 80 мыңнан астам азамат бар екен. Бірақ олардың категориясы заңмен бекітілмеген. Біз қашан бекітеміз? Біз нені күтіп отырмыз? Олар да маған келіп айтады: менің балаларым өсіп келе жатыр, мен балаларыма көмек беру үшін маған да психологиялық көмек берсеңіздер. Қандай өзгерістер бар, қандай оңай жолдары бар, қандай мысалы жеңілдетілген несие алу, қаржылық тұрғыдан біліктілік мәселесінде бізді бір сүйемелдеп қолдайтын орталықтар болса екен деп айтып жатыр. Яғни біз заңмен категориясын бекіткеннен кейін бұл мәселені қарастыруға да мүмкіндік аламыз деген ойдамын.